Қанат Ислам Қытайдан қазіргі кәсіпқой бокстың шебері. Одан кейін Сырымбек Тау Моңғолиядан бизнеспен, туризм саласында дамытып жүрген қазір Қазақстанды. Ары қарата Қыран Талапбек мобилографияның атасы деп отқан Қытайдан, ол да ерекшелігі 6 жасында келген екен. Қазақстанға келген кезінде қазақша білмепті. Қазақ мектебіне түскеннен кейін барып қазақша үйренген. Одан кейін ары қарата Бақыт Сәрсекбаев олимпиада чемпионы, бұл да Өзбекстаннан келген. Мұса Марат Қарақалпақстаннан, қазіргі Қазақстан дауыс жобасының жеңімпазы. Енар Айдарды да білеміз, Өзбекстаннан әнші, эстрада әншісі. Шавкат Рахманов тоже Өзбекстаннан UFC-дің чемпионы. Ерболат Беделхан, бұл да әнші, продюсер, Моңғолиядан келген. Сонымен бірге Болатбек Дәлелхан, Қытайдан тоже логистика саласы бойынша белгілі кәсіпкер. Мұстафа Өзтүрік атамызды да білеміз, таеквондо бойынша шебер. Өкінішке орай бұл кісі ерте қайтады, 40 жасында. Уланды деп, уберді деп айыптары бар. Бұлар өлтірді деп. Сол себептен де бұл қайтып Түркияға атына салып береді, сол жақта жерленеді. Одан кейін Халифа Алтай, алғаш Құранды толықтай қазақ тіліне аударған, қазақша кітап болып шыққан Құран, осы кісінің арқасында. Халифа Алтай алғаш көшіп келгендердің бірі, қандастарымыздың. Жалпы келетін болсақ, негізгі Өзбекстаннан 61% екен, сонымен бірге Қытай бар 22%, одан кейін Моңғолия, басқа да Ресей мемлекеттерінен көшіп келген қандастарымыз көп негізінде. Жалпы 1.200.000 шамасында көшіп келген қандастарымыз. Жалпы келетін болсақ, қандас атануының да себебі бұл жерде тек қана ашаршылық кезінде қашып кетудің ғана емес, сонымен бірге жер бөлу кезінде, патша үкіметі кезінде 1862 жылдары жер бөлу кезінде, шекара сызу кезінде көптеген қазақтың жерлері Моңғолияға, Россияға, Қытайға өтіп кеткен екен. Жер бөлу кезінде шекараларымыз, яғни Алтайдың арғы беттері көбісі соның ішінде. Сондықтан бұл кісілердің көбісі бұрыннан сол қазақтың жеріне тұрып жатқан кісілер, қандастарымыз бұрынғы тек қана жер бөлу кезінде ғана қалып қойған. Сондықтан қашқын деп керек емес деп ойлаймын. Сонымен давайте кеттік ал. Рахмет.